Келесі сөз Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Асхат Қанатұлы Аймағамбетовке беріледі. Қадірлі қауым, құрметті әріптестер, көз алдарыңызға бір баланы елестетіңіздерші. Алыс ауылда орналасқан шағын мектеп, терезесінен кең даламыз көрініп тұр. Сыныпта бір бала отыр, оның көзі жанып отыр, оның армандары көп. Ол әлемді түсінгісі келеді, ол инновацияларды шығарғысы келеді, ол ғарышты зерттегісі келеді. Сол арман орындалады ма, жоқ па, ол неге байланысты? Ол біздің еліміздің, біздің мемлекетіміздің сол бала үшін қандай мүмкіндік жасайтынына тікелей байланысты. Осындай маңызды шешімді біз 15 наурызда жасағалы тұрмыз. Біз ұзақ уақыт бойы байлығымыз жер астында деп келдік. Мұнай, металл, көмір. Байлығымызды тоннамен, баррельдармен өлшедік. Бірақ достар, тастар армандай алмайды. Тастар инновация шығармайды. Оны шығаратын тек қана адам. Сондықтан жаңа конституцияның басты философиясы ол мемлекетіміздің басты байлығы адам. Жаңа конституциямызда білім, ғылым, инновация, технология, мәдениет енді мемлекетіміздің басты бағдары, басты стратегиялық бағыты болмақ. Менделеев кестесі енді біздің жер астымызда ғана емес, біздің балаларымыздың басында болу қажет. Біз жаңа ғана өңірлерден келдік, жүздеген кездесулер өткіздік. Кез келген ауылда, кез келген қалада халық дәл осы норманы өте қатты қолдап отыр. Неге? Өйткені бұл әділдік туралы, бұл біздің балаларымыздың болашағы, балаларымыздың тағдыры туралы. Осы жолдан өткен елдерге қараңыздаршы, мысалы Финляндияны алайық. Жарты ғасыр бұрын кедей ел еді, ол адами капиталға инвестиция жасауды шешті. Бүгін ол дамыған мемлекет. Немесе Корея. Оның мұнайы жоқ, үлкен байлықтары жоқ. Бірақ олар мұнайды емес, олар талантты тапты, олар талантты дамытты. Бүгінгі Samsung, LG, Hyundai соның нақты жемісі, нақты жеңісі. Біз әрине олардан кем емеспіз. Біздің қанымызда көшпенділердің еркіндігі мен жаңашылдығы бар. Кезінде бабаларымыз тұлпарға мініп шексіз даланы бағындырса, бүгін біздің жастарымыз жасанды интеллектіні тізгіндеп, жасанды интеллектіні меңгеріп, инновация әлемін бағындыру керек. Бағанағы ауылдағы бала естеріңізде ғой. Жаңа конституция сол баланың арманына біткен қанат. Мемлекет оған сен тек биікті ұшуды ойла, сен тек қана арманда. Ал біз сенің құламауына кепіл береміз деп тұр. Бұл жай сөз емес, бұл жаңа мектептер, бұл жаңа зерттеу университеттері, бұл жаңа стартаптар, бұл жаңа вакциналар, бұл жаңа гранттар. Бұның барлығы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы-Тоқаевтың мызғымас ұстанымы. Қымбатты достар, кішкентай кезімізде барымызға бір сенім білдірген, шын сенген бір адам болды. Біреу адам үшін ол мұғалім, біреу үшін ол ата-ана. Сенің қолынан барлығы келеді деген сөз естігенде қалай шабыттанғанымыз барлығымыздың есінде шығар. Бүгін мемлекет осы жаңа конституция арқылы барлық балаларымызға сенің қолынан келеді деп тұр. Бағанағы арманы көп ауыл баласы. Ол өседі, ол дамиды, ол енді зертханада отырады, немесе стартап ашады, және ол Европаға немесе ақш-қа кетпейді. Өйткені ол Қазақстанда қалады, өйткені оның үйінде енді барлық мүмкіндіктер болады. Міне сол баланың болашағы үшін, сол сияқты миллиондаған Қазақстанның кішкентай балалары үшін, сол балалардың болашағы үшін біз 15 наурызда дауыс береміз. Біз шикізат емес, интеллект экспорттайтын ел болу үшін дауыс береміз. Білімді Қазақстан үшін, батыл, прогрессивті идеялар үшін, болашағы жарқын Қазақстан үшін дауыс береміз.